Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы тармақталған алгоритмдерді программалау. Оқу мақсаттары Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу. Оқушыларына берілген сөздіктерді дәптерімізге жазып аламыз. Тармақталған алгоритмдер. Программаның орындалу реті сызықтық болуы мүмкін, яғни командалар басынан бастап аяғына дейін бірінен соң бірі ретімен орындалады. Бұл жағдайда программа кодының барлық жолы орындалады. Алайда программада үнемі мұндай жағдай бола бермейді. Есептің берілгенінде көрсетілген қандай да бір шартқа байланысты программа кодының кейбір жолдары орындалып, кейбіреулері орындалмай қалуы мүмкін. Басқаша айтқанда, программада тармақталу орындалады. Бұл программалау тілінің маңызды құрылымы. Шартты оператормен жүзеге асырылады. If құрылымы жоғарыда айтылғандай сызықтық емес әрекеттер компьютерлік программада жүзеге асады. Мысалы, программалық кодтың бір бөлігі нақты айнымалының белгілі мәнінде ғана орындалады. Python программалау тілінде шартты оператордың төмендегі құрылымы қолданылады. If ағылшын тілінен аударғанда егер деген мағынаны білдіреді. Қарапайым тілмен айтар болсақ, егер логикалық өрнек ақиқат, яғни true қайтаратын болса, онда өрнек орындалады. Ал егер логикалық өрнек жалған мәнді false қайтаратын болса, онда өрнек орындалмайды. Программаның орындалу алгоритмін блок сызба көмегімен оңай түсінуге болады. Блок сызба тілінде әрбір құрылым белгілі бір фигурамен бейнеленеді. Мысалы, әрекеттің орындалуы тіктөртбұрыш, логикалық өрнек ромб фигурасымен белгіленеді. Шартты оператордың құрылымы 109-шы суреттегі блок сызбада көрсетілген. Егер логикалық өрнек құрылымы шартты оператордың басы, ал өрнектер орналасқан жолдар шартты оператордың денесі деп аталады. Шартты оператор денесі бір немесе бірнеше өрнектен тұруы немесе бос болуы да мүмкін. Оқушылар экрандағы 10-шы кестеге назар аударамыз. Логикалық өрнектер салыстыру таңбалары арқылы құрылады. Яғни, бұл таңба кіші, одан кейінгі кіші немесе тең, үлкен, үлкен немесе тең, тең, тең емес дегенді білдіреді. Бірінші мысалды қарастырып көрейік. А саны берілген. Егер А саны берілген шартты қанағаттандырса, онда А санын 15-ке арттыру керек. Кодты жазып, тексеріп көрейік. Ол үшін Python бағдарламасын ашып аламыз. Одан кейін кодымызды жазу үшін файл, жаңа бет құрамыз. Кодымызды жазып бастайық. Python программалау тілінде логикалық өрнектен кейін қос нүкте қойылады. Шартты оператор денесі 4 бос орын қалдырғаннан кейін жазылады. Немесе пернетақтадан табуляция пернесін қолдануға болады. Python программалау тілінде логикалық өрнек соңында қос нүкте қойылғаннан кейін жаңа жолға 4 бос орын автомат түрде құрылады. Экранға шығару үшін print функциясын қолданамыз. Интерактивті режимде жұмыс жасаған кезде бос орынды қолмен қоюға тура келеді. Бұл мысалда А кіші 5-тен логикалық өрнек болып табылады. Егер логикалық өрнек ақиқат мән қабылдаса, онда А қосылған 15 өрнегі орындалады. Ал егер логикалық өрнек жалған болса, онда бұл өрнек орындалмайды. Енді жазылған кодымызды тексеріп көреміз. Ол үшін run батырмасын басамыз. Алдымен сақтап аламыз. Мінекей, біздің кодымыз орындалды. Бұл жерде 2 саны 5-тен кіші болған үшін 2 санына 5-ті қосып берді. Нәтиже 7. Келесі екінші мысалды қарастырамыз. Программа қолданушыдан 2 сан енгізуді сұрап,
оларды салыстыру керек. Егер олар тең болса, онда А тең Б логикалық өрнегі ақиқат екені туралы хабарлама шығару қажет. Келесі осы екінші мысалдың кодын жазып қарастырайық. Кодымыз дайын болды, енді ран батырмасын басып тексереміз. 5 санын береміз. Тағы да 5 санын берейік. Міне, біздің алғашқы енгізген санымыз екінші енгізген санымызға тең, яғни 5 тең 5-ке. Дәл осылай практикалық жұмысты өздерің жасап көріңдер. Оқушылар, келесі мына тапсырманы барлығымыз бірге орындайық. Python программалау тілінде екі санның үлкен анықтауға арналған программа жазыңдар. Берілген кодты өшіріп тастаймын. Енді кодымызды жазып бастаймыз. Біз енгізіп болдық, енді шарт қоямыз. Егер А саны үлкен болатын болса Б санынан қос нүкте қоямыз, онда print А саны үлкен. Әйтпесе Б саны үлкен. Кодымыз дайын болды, енді тексеріп көреміз. Бірінші 9 деген сандалайды, екінші жолға 6 деген сандалайды. Мінекей, 9 саны үлкен. Тағы да орындауға жібереміз. Енді бірінші кіші сандалайық 6, екінші 9 деген сандалайық. Enter батырмасын басып, нәтижесін қараймыз. 9 саны үлкен. Осымен есебіміз шықты. Python программасында осы кодты жазып, өздерің нәтижесін шығарып көріңдер. Балалар, келесі мына сұрақтарға жауап берейік. Қандай жағдайларда тармақталу орындалады? Шартты оператор қай кезде қолданылады? Шартты оператордың құрылымы қандай? Әрекетті орында блогы қалай бейнеленеді? Логикалық өрнек блогы туралы не білесіңдер? Шартты оператордың басы мен денесі дегеніміз не? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.